Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammin bil khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат. Міне бүгінгі дәрісімізде өтетін әрпіміз ол қоф әрпі, және де қоф әрпінің басқа да әріптермен қосылып оқылуын өтетін боламыз. Онда бисмилля бастайық. Қо, қи, қу. Қайтадан. Қо, қи, қу. Енді бұл қоф әрпі жуан әріп болғандықтан кейін оны біз жуан қылып оқитын боламыз. Зуқ, зуқ, қин, қин, құл, құл, құм, құм, қиф, қиф, қih, қih, қолбу, қолбу. Ары қарай жалғастырамыз. Қобылу, қобылу, фауқу, фауқу, қалам, қалам, қамар, қамар, лақаб, лақаб, құм, 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 құм. Ары қарай жалғастырамыз. Иққатараба, иққатараба. Қараңыздар, құрметті жамағат. Қалқала қылып оққанда иққатараба, иққатараба. Яқатарибу, яқатарибу. Инқалаба, инқалаба. Янқалибу, янқалибу. Жақсылап тыңдап отырыңыздар. Біз кәф әрпімен және де қоф әрпінің, яғни айырмашылығын өтетін боламыз. Кәфәро, кәфәро, қофәро, қофәро. Фәләк, фәләк, фәләқ, фәләқ. Фәрку, фәрку, фәрқу, фәрқу. Әрине кішкене жуан оқылады. Енді тағы да бір басынан аяғына дейін қайталап өтейік, және де жақсылап зейін қойып, тыңдап, бірге қайталап отырыңыздар. Қо, қи, қу. Зуқ, зуқ, қин, құл, құм, қиф, қih, қолбу. Ары қарай оқимыз. Қобылу, фауқу, қалам, қамар, лақаб, құм, құм. Жалғастырамыз. Иққатараба, яқатарибу, инқалаба, янқалибу. Және де ары қарай. Кәфәро, қафәро, фәләк, фәләқ, фәрку, фәрқу. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі өткен әрпіміз ол қоф әрпі, және де келесі сабақтарда жүздескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.